Ауылға қала әкімі келеді деген хабарды естіген Баймұраттықтар мәдениет үйіне ағылды. Барлығы бірнеше мәселені арқалап келген. Шаһар басшысына тікелей сауал жолдауға мүмкіндік алған ауыл тұрғындарының басым бөлігі жер, дәрігерлік амбулатория салу, байланыс желісі және коммуналдық қызметтегі олқылықты ретке келтіріп беруді сұрады. Былтырдан бері осы қайта айтып жүрген мәселе сол связь. Оны рахмет, құрдыңыздар, бірақ ешкімге пайдасы жоқ қылып құрып кеттіңіздер. Неге десеңіздер, біріншіден ауылдың арғы басында, мына ауылдың басындағылар қайтадан зорлап қылып, анден бәрі жоқ, связь жоқ. Екіншіден, Теле2 оны уже айтып шаршағанбыз. Оның жаңа Билайнның екінші мәселесі 3G H+. Одан пайдасы жоқ шындап келгенде. Оны связь қылып қойдыңыздар, мына басқа бар. Оның я связь мына таппайды, интернет ауылда жүрсек интернет таппайды. Теле2 ол вообще таппайды, біздің ауылда интернетті таппайды. Салған ақшаларымыздың бәрі әшейін кетіп жатыр. Қалаға барып рахаттанып интернет көріп қайтамыз кейде. Ол шын күлетін ештеңе жоқ. Екіншіден, сіз өзіңіз осы орда қаншама халықтың өзінше энергия сервистің адамына жаңа жылға дейін чөтчік түсіп беріп тапсырған болатынсыз. Ал ол орындалған жоқ. Демек, сіздің айтқаныңыз істемейтін болып тұр. Ол сізді тыңдамағаннан кейін, мына халық қарапайым халықты вообще тыңдамайды. Соны бір қолға алсаңыздар, келіп атсыздар, қаншама есеп беріп атсыздар, бірақ бір нәтиже көріп жүрген жоқпыз. Сөздің шынын. Артқа айтсам, ренжімеңіздер, бірақ болып атқан оқиға. Соны бір қолға алып берсеңіздер осы ауылға. Қаншама асфальт жатқан, қанша километр жерден электр желі линияларын тарттық. Дұрыс, оның бәрі алдында бізде жоба болды, жоғары шығардық. Ол енді қазір бізге кедергі болып жатыр, халыққа әлсіз болып жатыр дегенде. Оның бәрін түсіруге қолда да жұмыс. Оның бәрін ертең бұның не айтып отқан? Өзі екі жұмыс басты. Осы электр линияларын бәрін жүргізгеннен кейін негізгі көрсет әрі подключение жасайды. Түсіндіңіздер, сен тыңдасаңызшы. Сіз енді біліп көріп отқасын айтыңыз. Мамандар да айтып отқан, мен әрі өзім түсініп, әрі жалғасын болды. Бұлар ертең мынау құрып берген мердігер строительный компания тартып берген. Енді оның подключениесін негізгі көрсет жасайды. Әрі ауыстырып, жаңағы ескі линияны ажыратып, жаңа линияны қайтадан қалпына келтіру. Енді ол да бір мәселе бар шығар енді, шынымен де. Біз енді бірақ ескертіп айтып отырмыз бұның бәрін. Біз айтып отыр, қалалық электр желілерінің есептегіштегі несі телеметриямен береді ғой қазір, иә? Аскуя, ол деген сөз, автомат сіздегі показания, адами фактор жоқ. Сол жерде не арқылы, телеметрия арқылы келіп, ол показания билік системаға түсті, сізге счет выставляет. Жаңа айтып отқаныңыз дұрыс, аймай бермесе бізге қалада тағы шулайды. Неге бізге аймай ескертілмейді, неге бізде көріп тұрмайды? Қайта көріп тұрған сізге жақсы аймай. Өйткені қожаланып 2 айда сізге бір кесе сіз еліктен тағы жетесіз ғой, 2 айда маған неге келіп шөтті? Бұл мәселе емес мен айтып отқаным. Келесі айдың толық төлемі шығып тұрады ғой. Жоқ. Енді бұл банк системасы, оны біз банкпен жұмыс жасайық, Каспийге айтайық. Каспийде былай болады. Мысалы, қазір сіз төледіңіз осы айда. Қазір осы айдың 25-інде төлеуіңіз керек, февральда жаққаныңызда. Февральда жаққаныңызды төлеп болады 25-інде қазір. Сізге уже қазір осы наурыз айындағы показания қазір уже бізге де келіп жатыр. Біз оны Каспийге беріп жатамыз. Мынаны, бірақ осы келесі айда төлейсіз. Осы жерде бір шама түсінбестік бар. Онда болса ескертіп айтып отыру керек. Ауыл тұрғындарының ортаға салған мәселелердің бастысы жаңа дәрігерлік амбулаторияның қажеттілігі. Балтыры сызды, белі ауырып, дертіне дауа іздеген ауыл тұрғындары алысқа сабылып жүруден әбден қажыдық дейді. Мекемені пандемия кезек анау дейік, мынау дейік білмеймін, қазір қандай түсінетін шығарғандарыңызды. Бірақ дегенмен баяғыда осы бізде сыва болған кезде, бізде фельдшер болған кезде, біздің медицина мекемесінде лаборатория болып, анализ алынып, кәдімгі науқастар кәдімгі өз жайымен жүретін еді. Қазір біз цивилизованный болған сайын біз қиналып бара жатырмыз. Шынымен де үйімізде науқас кісілер бар. Өзімнің екі аяғымда протезделген мен. Мысалы үшін жақында шықтым больницадан. Енді күйеуім жүрегі ауырады. Енді дәрігерге барайын десең, дәрігер түске шейін келеді деп хабарлайды. Бірінші, үшінші, бесінші күн дейді, медпунктке. Бірінші күн барып отырсаң, түстен кейін келеді дейді. Ал түстен кейін барсаң, түстен кейін келма барсаң, түстен кейін жоқ болады. Біресе Махамбетке жұмсайды. Анализ тапсыру үшін біз Тассуитке барамыз, таң атпай Тассуитке барамыз. Сонан кейін врач таңды күтеміз. Негізінде келгеннен кейін хабарлап, біздің өзіміздің ауылдың чаттары бар ғой, саған өзім өтінішім бойынша. Міне ауру кісілер деп мына біздің нетке саналдар звондап тұрса, демалса шақырып тұрса, бара беріп білмейміз, отырамыз. Келді ма, келген жоқ па деп, шынын айтқанда.
Тасыбек, Махамбет, мен секундада жүреміз, сөйтіп жүріп ауруымызды ұмытып кетеміз. Сіздің ұсынысыңыз дәрігерлердің уақытылы келуі. Ол бойынша мен қазіргі таңда бас дәрігерге осыдан шыққаннан кейін тапсырма беремін. Олар мұқият өздерінің графиктарымен келіп, және жаңа сіздің айтып отқан өтініш чаттарыңызға егер өзгеріс болып жатса, соған айтып ескертілсе. Енді кезекте жаңағы лабораториялық анализдер бойынша олар білесіздер, бұл жерде алынбайды, бұл барлық орталықтардан алынады, ол стандартқа сәйкес алыну керек. Құзырлы өзі мекемелер бар, штраф салатын, ол стандарты бар, нормасы бар. Соған байланысты сіздер оны 4-ші емханада орталықтан тапсыру қажетсіздер. Бұл жерде бұлай айтуға болады ма? Жасауға болады ма? Халық мүшелдегі тек лаборатория бізде амбулаторияда болады, анализді қабылдайды да, қалаға жіберіп отырады. Ондай бір жұмыс жасау. Ертең амбулатория салынғасын, сол кезде лаборатория ашылады, бірақ ол жерде өзі анықтамасы да, ол жердегі жаңа тез жинақтап, бір сағат қаламыздың ноутбук, соны ұйымдастырайды. Оны ұйымдастырамыз. Дұрыс енді амбулаторияны ашылғасын, осы ұсыныстарыңызды бәрін енгіземіз. Оған ішінде храмат етіп жүре береміз ба? Жоқ, енді қазір жүрші жоқ, ол сөйі жоқ болды. Жоқ, енді түске шейін ғана отырмайды. Жаңа работниктерге тапсырма береміз. Қазір Қала әкімі аталған мәселелерге байланысты нақты жұмыстардың қолға алынатындығын жеткізіп, көтерілген мәселелерді назарда ұстайтындығын жеткізді. Біздегі соцсервис компаниясы болды. Соцсервис компания, ол біздің жергілікті өздеріңіздің қарындастарыңыз жақсы берген, құрылысшы, біз мәселені көтеріп, қалыпқа үйлерімізді жасап алайық. Вот сол ауыл әкімі сол басында жүріп, айтып, құрылыс бөлімі заказчик. Сонымен бірлесіп жұмыс жасау керек, осыны көтеріп. Қазірден бастап көтермесең, кейін барлық көтеріліс болып уақыт келеді, ол жобасын сәйкес жасағаннан кейін, тапсырыс берушілер міндетті болады қабылдауға, сосын ол қалып қояды. Осы бастан бастап, сол кешек жүргізіп жатқаннан бастап осы көтеру керек. Сол мен айтамын, халықпен бірге жүріп, сен кейде бізде білмей қаламыз, құрылысшылар да байқамай қалады. Ол проект жазғанын білесіз, проектіміз деген біз солай ғой, асып тұрамыз. Енді бүгін кездескеннен кейін, мәселе көтергеннен кейін бірден тапсырма береміз. Тез проектін дайында, тез экспертиза кіргіз. Анау республикалық бюджеттің көзі бар, соны алуға мүмкіншілік бар, соны алып қалай кейде ондай да болады, асығыстың арасында. Ол проекттеуші келіп өзі негізінде жарты жылда, бір жылда проект жасау керек. Жүріп, әр көшеті үйде санап, гидравлический расчетін шығарып, сызып, аяқпен жүріп. Бірақ кейде бізде де асып тұрамыз. Халық сұрағасымыз орындауымыз керек. Соғанда ол кемшілік болғасын жұмыс барысында келгеннен кейін, сипаттағаннан кейін, осының бәрі кемшілікті біз білдіртпей, халыққа осының жаңағы нагрузкасын көрсетпей, уайымдатпай, өзіміз арамызда шешетін жұмыстар. Оның бәрі ауыл әкіміне байланысты, мердігермен байланысып жасап, ол бәр жерде болады.